Сәлем, достар. Бүгін 17 тамыз, жұлдыздардың ерекше үйлесімі сіздің өміріңізге жаңа серпін, күтпеген мүмкіндіктер мен қызықты өзгерістер әкелуі мүмкін күн. Әр белгіге арнап бүгінгі күннің энергиясын, табыс пен махаббаттағы болжамды егжей-тегжейлі талдап беремін. Арнада өз белгіңізді тыңдауды ұмытпаңыз. Тоқта, бұл апта сен үшін үлкен серпілістер мен жаңа бастамалардың уақыты болмақ. Ішкі энергияң мен қайсарлығың бұрынғыдан да күшейіп, өз ойыңды ашық жеткізіп, мақсаттарыңа нық қадам басасың. 17 тамыздан бастап сенің өміріңде қозғалыс басталады. Ұзақ уақыт шешілмей жүрген мәселелер біртіндеп өз орнына келе бастайды. Сен бұрыннан армандап жүрген ісіңді қолға алу мүмкіндігіне ие боласың. Жұмыс пен оқу саласында сенің белсенділігің артатыны байқалады. Әріптестерің сенің бастамашылдығыңа, ал басшыларың сенің жауапкершілігіне риза болады. Жаңа идеяларыңды ұсынудан қорықпа, себебі сенің пікірің дәл қазір өте құнды. Бірақ асығыстыққа жол бермеуге тырыс, кейде сенің энергияң асыра сілтеуге әкелуі мүмкін. Әсіресе қаржылық шешім қабылдарда ойланып барып қадам жаса. Махаббатта тоқтылар үшін бұл апта ерекше романтикалық сәттерге толы болады. Егер жүрегің бос болса, жаңа таныстықтар сені күтіп тұр. Бұл таныстық бірден үлкен сезімге айналуы ықтимал. Ал отбасылы немесе қарым-қатынастағы тоқтылар үшін серіктеспен түсіністік пен жылулық артады. Ұсақ түйек кикілжіңдер болса да, сенің ашық сөйлесуің олардың тез шешілуіне көмектеседі. Денсаулықта өзіңді артық қинап алмауға кеңес беремін. Энергияң көп болғанымен, оны дұрыс бағыттап жұмсау маңызды. Спортпен айналысуға жақсы уақыт, бірақ денеңді шамадан тыс жүктеме. Бұл аптада тоқтылар үшін ең бастысы өзіне сеніп, ойға алған істерін табандылықпен жалғастыру. Сенің күшің мен қайсарлығың сені үлкен жетістіктерге жетелейді. Торпақтар үшін бұл апта өте мазмұнды әрі маңызды кезеңдердің бірі болғалы тұр. Сенің табиғатыңдағы сабырлылық пен шыдамдылық дәл қазір өз жемісін бере бастайды. Бұрыннан бері сен күткен жақсы жаңалықтар мен мүмкіндіктер келе бастайды. Бұл кезеңде сенің табандылығың, іскерлігің және нақты жоспар құру қабілетің ең үлкен күшіңе айналады. Жұмыс пен мансап. Бұл аптада сен өз кәсібіңде немесе жұмысыңда бір қадам алға жылжисың. Жоспарларыңды жүзеге асыру үшін жаңа идеялар туып, оларды нақты іс-әрекетке айналдыруға қолайлы уақыт туады. Басшылық тарапынан сенің еңбегің мойындалып, жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін. Егер жеке кәсібің болса, табысың артып, жаңа серіктестермен байланыс орнатасың. Бірақ асықпай қадам жасағаның жөн, әрбір келісім шартты, әрбір мүмкіндікті мұқият тексер. Қаржы. Апта ішінде қаржылық жағдайың тұрақтала бастайды. Бұрынғы қарыздарыңды жабуға немесе жинақ жинауға мүмкіндік туады. Кейбір торпақтар күтпеген жерден қосымша табыс көреді. Дегенмен шығынға абай бол, артық эмоция мен сатып алулардан аулақ болған дұрыс. Ұзақ мерзімді жоспар құрып, қаржылық тұрақтылыққа ұмтыл. Махаббат пен қарым-қатынас. Бұл аптада торпақтардың жүрек әлемі ерекше жылылыққа толы болады. Егер қарым-қатынаста болсаң, серігіңмен бірге әдемі уақыт өткізуге мүмкіндік аласың. Қарым-қатынасың одан әрі нығайып, жаңа деңгейге көтерілуі мүмкін. Ал жалғыз торпақтар үшін тосыннан кездескен адам жүрегіңді жаулап алуы ықтимал. Әсіресе 17-19 тамыз аралығы жаңа таныстықтарға қолайлы. Отбасы. Жақындарыңмен арадағы қарым-қатынас гармонияға толы болады. Ата-анаңнан, бауырларыңнан қолдау сезінесің. Үйде жөндеу жұмыстары, жаңа зат алу, немесе бірге уақыт өткізу жоспары туындауы мүмкін. Отбасың сен үшін қуат көзі болмақ. Денсаулық. Бұл аптада денсаулыққа аса мән беруің қажет. Әсіресе ас қорыту жүйесіне назар аудар. Артық тамақтанудан сақтанып, пайдалы әрі жеңіл тағамдарды тұтынған жөн. Дене қимылын арттырып, табиғатта көбірек серуендегенің саған өте жақсы әсер береді. Қорытынды. Торпақтар үшін бұл апта еңбектің жемісін көру, жаңа мүмкіндіктерді пайдалану және жеке өмірде үйлесімділікке қол жеткізу кезеңі. Сенің табандылығың мен тұрақтылығың сені алдағы үлкен жетістіктерге дайындайды. Егіздер. Егіздер үшін бұл апта нағыз өзгерістер мен белсенділік кезеңі.
Сенің ойың тез, сөзің өткір, ал энергияң ерекше болады. Әдеттегідей сен бірнеше істі қатар алып жүресің, бірақ дәл осы аптада сол қасиетің ерекше қажет болмақ. Айналаңдағы адамдар сенен кеңес сұрайды, ал сенің шешім қабылдаудағы тапқырлығың бәрін таңқалдырады. Жұмыс пен мансап. Бұл аптада кәсіби салада сенің көшбасшылық қабілеттерің байқалады. Егіздер үшін жаңа жобаларға қосылу, идеяларын ортаға салу және адамдарды өз соңынан ерту мүмкіндігі ашылады. Әсіресе ортада сөйлегенде сөзің әсерлі болады, сондықтан келіссөздер мен маңызды кездесулер үшін бұл уақыт өте қолайлы. Басшылық сенің еңбегіңді бағалап, жаңа жауапкершіліктер жүктеуі мүмкін. Кейбір егіздер үшін жаңа жұмысқа шақыру, немесе қызметте өсу ықтималдығы бар. Қаржы. Қаржылық тұрғыда апта тұрақты өтеді. Дегенмен артық шығындардан сақ болған дұрыс. Сенің табиғатың қызығушылыққа толы болғандықтан кейде ойланбай шығын жасайсың. Бұл жолы табысыңды ақылмен бөлген жөн. Жаңа инвестициялық мүмкіндіктерді зерттеу қолайлы, бірақ шешім қабылдауда асықпау қажет. Махаббат пен қарым-қатынас. Егіздер үшін бұл апта романтика мен эмоцияға толы. Егер серігің болса, арадағы түсіністік тереңдейді, ал сенің көңілді мінезің қарым-қатынасты жандандырады. Бірге жаңа жоспар құрып, ортақ арманға ұмтылу сәті туады. Ал жалғыз егіздер үшін тосыннан туған сезім пайда болуы ықтимал. Әсіресе достық қарым-қатынастан махаббат тууы мүмкін. Сенің ашықтығың мен әзілге жақындығың адамдарды өзіңе тартады. Отбасы. Отбасыңмен байланыста да сенің рөлің маңызды. Көңілді орта құрып, бәрін күлкіге бөлей аласың. Үй ішінде шағын мереке ұйымдастыру, немесе бірге серуендеуге бару, осы аптада жақсы әсер қалдырады. Жақындарың сенің шынайылығыңды бағалап, сенен қуат алады. Денсаулық. Бұл аптада денсаулықты күшейтуге көңіл бөл. Энергия мол болғанымен жүйке жүйесіне шамадан тыс күш түсіру қаупі бар. Көптеген ойлар мен әрекеттер кейде шаршатады. Сондықтан ұйқы режимін реттеп, таза ауада серуендеу саған жақсы әсер етеді. Жеңіл спортпен айналысуда пайдалы болмақ. Қорытынды. Егіздер үшін бұл апта мүмкіндіктерге толы белсенді кезең. Сенің шынайылығың, ойыңның жүйріктігі мен адамдармен тез тіл табысу қабілетің алдыңа жаңа есіктер ашады. Ең бастысы, әр істі жүйелеп, энергияңды дұрыс бағытта жұмсай біл. Шаян. Бүгінгі күн шаяндар үшін ерекше эмоционалды сезімге толы болады. Сіздің жүрегіңізді қуантатында, толқытатында сәттер орын алады. Әдетте шаяндар отбасы мен жақындарына ерекше қамқор. Бірақ бүгін сізге өзіңізді де ойлау қажет болады. Ішкі жан дүниеңізді тыңдап, жүрегіңізді тыныштандыруға тырысыңыз. Бұл күні сіздің ойыңызға өткен шақтағы кейбір естеліктер қайта-қайта келе беруі мүмкін. Бұл сіздің эмоцияға жақындығыңыздың белгісі. Бірақ өткенге тым байланбай, қазіргі сәтке көбірек назар аударғаныңыз жөн. Өйткені дәл осы күн жаңа мүмкіндіктердің кілтін ұсына алады. Жұмыс пен мансапта. Бүгін жұмыс орнында сабырлы болғаныңыз абзал. Әріптестермен пікір қайшылығы тууы ықтимал, бірақ оны дұрыс дипломатиялық жолмен шешсеңіз, беделіңіз арта түседі. Кейбір шаяндар үшін бұл күн жаңа идеяны жүзеге асыруға қолайлы. Ал шығармашылықпен айналысатындар үшін қиялдың ағыны ерекше молаяды. Махаббат пен қарым-қатынаста. Жалғыз жүрген шаяндар үшін бұл күн жаңа таныстықтарға жол ашуы мүмкін. Әлеуметтік желіде немесе күтпеген жерде бір адам сіздің жүрегіңізді елжіретуі ғажап емес. Ал отбасылы немесе қарым-қатынастағы шаяндарға серіктеспен терең әңгіме құруға мүмкіндік туады. Кішкентай ғана, жылы сөз немесе құшақ сіздің арақатынасыңызды бұрынғыдан да нығайта түседі. Қаржы. Бұл күні ақшамен байланысты шешім қабылдағанда асықпаған дұрыс. Үлкен шығынға барудан немесе қажетсіз нәрсеге ақша жұмсаудан сақтаныңыз. Бірақ шағын инвестиция, болашағы бар жоспарларға қадам жасауға болады. Денсаулық. Эмоцияға беріліп, өз денсаулығыңызды естен шығарып алмаңыз. Әсіресе ас қорыту жүйесіне, ұйқыға және дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Медитация немесе жай ғана таза ауада серуендеу жан дүниеңізді тыныштандырады. Кеңес. Бүгін сізге ең бастысы өз жүрегіңіздің үнін тыңдау. Сізге маңызды шешім қабылдау қажет болса, асықпай түйсігіңізді басшылыққа алыңыз.
Шынайы жақын адамдар ғана сізге нағыз қолдау көрсете алады, сондықтан оларды бағалауды ұмытпаңыз. Шаяндар үшін 17 тамыз, жүрек пен ақылдың үйлесім табатын күні. Арыстан. Арыстандар үшін бұл апта жарқырап, өзіңді бар қырыңнан көрсететін ерекше кезең. Сенің энергияң мен тартымдылығың бұрынғыдан да күшейіп, айналаңдағы адамдар сені ерекше сезінеді. Бұл уақыт сенің көшбасшылық қабілеттеріңді шыңдап, үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Жұмыс пен мансап. Бұл аптада сенің табандылығың мен беделің артады. Қай салада жүрсең де, сенің сөзің салмақты, ал әрекетің нақты нәтижеге жетелейді. Егер жаңа жоба бастауға немесе үлкен бастаманы қолға алуға ниеттенсең, дәл осы кезең өте қолайлы. Әріптестер мен басшылық сенің идеяларыңа құлақ асады, ал сенің ұйымдастырушылық қасиеттерің барлығын таң қалдырады. Бизнес саласында жүрген арыстандар үшін табысқа жету мүмкіндігі мол, тек тәуекелге барғанда ақылға жүгіну қажет. Ал шығармашылықпен айналысатындар үшін шабыт тасып, ерекше жұмыстар дүниеге келеді. Қаржы. Қаржылық жағдайың сенің белсенділігіне байланысты болады. Бұл аптада табыс көзі артуы мүмкін, жаңа ұсыныстар, қосымша табыс әкелетін жұмыстар күтіледі. Дегенмен сенің дарқан мінезің артық шығынға итермелеуі мүмкін, сондықтан сатып алуларға абай бол. Ақшаңды нақты мақсаттарға жұмсасаң, үлкен пайда келеді. Махаббат пен қарым-қатынас. Арыстандар үшін махаббат саласы ерекше жарқырайды. Қарым-қатынаста сенің жылулығың мен қамқорлығың серігіңді шабыттандырады. Серігіне көбірек көңіл бөліп, романтикалық сәттер ұйымдастырсаң, араларың бұрынғыдан да нығаяды. Ал жалғыз жүрген арыстандардың жұлдызы жанып тұр. Жаңа таныстықтар сенің жүрегіңді жаулап алуы. Сенің харизмаң мен табиғи тартымдылығың адамдарды өзіңе тартады. Бұл аптада кездейсоқ танысу үлкен махаббатқа айналуы әбден ықтимал. Отбасы. Отбасылық өмірде сенің беделің жоғарылайды. Жақындарың саған сүйеніш ретінде қарайды, ал сен оларға қолдау мен махаббат сыйлайсың. Отбасылық мерекелер немесе бірге өткізілетін уақыт өте жағымды әсер қалдырады. Егер ата-анаңмен немесе туыстарыңмен шешілмеген мәселе болса, дәл қазір ортақ тіл табуға жақсы кезең. Денсаулық. Бұл аптада арыстандардың энергиясы тасып тұр. Бірақ сенің белсенділігің денеңді тез шаршатып қоюы мүмкін, сондықтан демалысты ұмытпаған жөн. Спортпен айналысу саған күш береді, ал таза ауада серуендеу ойыңды тынықтырады. Сондай-ақ жүрек пен қан қысымына назар аударған дұрыс. Шамадан тыс эмоциядан қашық бол. Қорытынды. Арыстандар үшін бұл апта жарқырап өз орныңды дәлелдейтін кезең. Жұмыста табыс, қаржыда тұрақтылық, махаббатта шынайы жылулық күтіп тұр. Ең бастысы, өз жүрегіңді тыңдап шынайы бол. Сонда барлық есік саған айқара ашылады. Бикеш. Бикештер үшін бұл апта ойды реттеп, өмірдегі мақсаттарыңды нақтылап алуға таптырмас кезең. Сенің ұқыптылығың, еңбекқорлығың және әр нәрсеге талдау жасау қабілетің бұрынғыдан да айқын көрінеді. Әлем сені ақылдылығың үшін бағалайды, ал сен болсаң ұсақ түйекке мән беріп, үлкен нәтижеге қол жеткізе аласың. Жұмыс пен мансап. Бұл аптада сенің кәсіби саладағы жауапкершілігің артып, тапсырмаларды орындау барысы сәтті жүреді. Бикештердің басты ерекшелігі ештеңені назардан тыс қалдырмай, бәрін мұқият орындауы. Басшылық сенің дәлдігіңді жоғары бағалайды, ал әріптестер кеңес алу үшін жиі саған жүгінуі мүмкін. Жаңа жобалар бастауға қолайлы уақыт. Бірақ асығыс шешімдерден аулақ болған дұрыс. Әр қадамыңды есептеп, жоспарлап отырсаң, ең қиын жұмысты да оңай атқара аласың. Өз кәсібін ашуды ойлап жүрген бикештер үшін бұл апта алғашқы қадам жасауға ыңғайлы. Қаржы. Қаржы тұрғысынан бұл апта тұрақты болады. Бекер шығыннан аулақ боласың, себебі сен әр теңгенің қайда кеткенін жақсы білесің. Жақын күндері күтпеген табыс көздері ашылуы мүмкін, әсіресе қосымша жұмыс, немесе жаңа серіктестік пайда келеді. Бірақ бір нәрсені есте ұста, сенің үнемшілдігің кейде тым қатаң болуы мүмкін. Кейде өзіңе сыйлық жасаудан қорықпа. Өзіңді қуантуда табыстың бір бөлігі. Махаббат пен қарым-қатынас.
Махаббат саласында бикештердің жүрегі жылулыққа толы. Егер қарым-қатынаста болсаң, серігің сенің қамқорлығың мен адалдығыңды ерекше бағалайды. Сенің ұсақ-түйекке назар аударуың серігіңді бақытты етеді. Бірақ тым сыншыл болудан сақтан, бәрін түзеткің келетін әдетің кейде серігіне ауыр тиіп кетуі мүмкін. Жалғыз жүрген бикештер үшін бұл апта ерекше таныстық әкелуі мүмкін. Сенің табиғи қарапайымдылығың мен мейірімділігің адамдарды өзіңе тартады. Жаңа танысу сенің өміріңді түбегейлі өзгертуі ықтимал. Отбасылық қарым-қатынастарда сен нағыз қолдаушысың. Жақындарың сенің ақыл кеңесіңе сүйенеді, ал сен бәрін дұрыс жолға қоюға тырысасың. Үйді реттеу, тұрмыстық мәселелерді шешу немесе бірге жоспар құру, бәрі сенің ұйымдастырушылық қабілетіңнің арқасында сәтті болады. Бұл аптада отбасыңмен бірге уақыт өткізу саған ерекше қуаныш сыйлайды. Денсаулық. Бикештер үшін денсаулық мәселесі бірінші орында тұрады. Бұл аптада салауатты өмір салтын сақтауға, дұрыс тамақтануға және спортпен айналысуға көңіл бөлген дұрыс. Сенің ұқыптылығың саған көмектеседі, бірақ шамадан тыс уайым саулығыңа кері әсер етуі мүмкін. Өзіңді бос ұстап, артық ойдан арылғаның жөн. Жеңіл йога немесе тыныс алу жаттығулары саған ерекше пайдалы болады. Қорытынды. Бикештер үшін бұл апта тәртіп пен сабырлықтың уақыты. Сенің мұқияттылығың сені үлкен жетістіктерге жетелейді. Жұмыста табысты боласың, қаржы тұрақты, ал махаббатта сенің адалдығың саған шынайы бақыт сыйлайды. Бар болғаны, өзіңді тым сынамай, өмірдің әдемі сәттерінде бағалауды ұмытпа. Таразы. Таразы үшін бұл апта өмірдің тепе-теңдігін табу кезеңі. Сен әрқашан үйлесімділік пен әділдікке ұмтыласың, ал осы күндері ол қасиеттерің бұрынғыдан да айқын көрінеді. Сені қоршаған орта сенің мейірімділігіңді, әдемілігіңді және ақылды шешім қабылдай білетін мінезіңді ерекше бағалайды. Жұмыс пен мансап. Таразы үшін жұмыс саласында маңызды кезең туып тұр. Сенің дипломатиялық қабілетің, адамдармен ортақ тіл таба білуің саған үлкен мүмкіндік әкелмек. Жұмыс орнында кейбір келіспеушіліктер болса, сен бәрін бір сөзбен реттеп, барлығын ортақ келісімге жеткізе аласың. Жаңа ұсыныстар болуы мүмкін, жобаларға шақыру, жаңа лауазым немесе серіктестік. Бірақ шешім қабылдағанда асықпа. Таразы кейде тым көп ойланып таңдау жасауға қиналады. Бұл жолы жүрегіңді тыңдап, өзіңе ең пайдалы әрі көңіліңе жақын жолды таңда. Өз ісін бастағысы келетін таразы үшін де қолайлапта. Сенің эстетикалық талғамың ерекше, сондықтан дизайн, сән, өнер, медиа немесе адамдармен тікелей байланысты салаларда табысқа жетуің әбден мүмкін. Қаржы. Қаржы тұрғысынан тұрақтылық байқалады. Бірақ таразылардың бір әдеті бар, кейде өз эмоциясына беріліп, қажетсіз дүниелерге көп шығындалып қояды. Бұл аптада өз бюджетіңді бақылауда ұстағаның жөн. Сонымен бірге күтпеген сыйлықтар, материалдық көмек немесе табыс көзі пайда болуы ықтимал. Егер ақшаны дұрыс бағытқа жұмсасаң, болашақта үлкен нәтиже бермек. Махаббат пен қарым-қатынас. Махаббат таразы өмірінің ең басты бөлігі. Сен үшін махаббатсыз өмірдің мәні азаяды. Бұл аптада қарым-қатынаста романтика күшейіп, сезімдерің тереңдей түсуі мүмкін. Жұбың бар болса, екеуіңнің араларың бұрынғыдан да жақындай түседі. Сенің нәзіктігің, жылы сөздерің серігіңнің жүрегін жаулап алады. Ал жалғыз жүрген таразылар үшін тағдыр тосын сый дайындап қойды. Жаңа таныстықтар болуы ықтимал, ал сенің тартымдылығың мен әдемі сөйлей білуің адамдарды өзіңе бірден баурайды. Бұл таныстық біртіндеп үлкен махаббатқа ұласуы әбден мүмкін. Отбасы. Отбасылық қарым-қатынаста таразы нағыз татуластырушы. Жақындарыңның арасында түсінбеушілік туындаса, сен бәрін жұмсартып ортақ шешім таба аласың. Үйде де сенің талғамың ерекше байқалады. Сәнді заттар, әдемі орта құру, бәрі сенің қолыңнан келеді. Бұл аптада туыстарыңмен бірге уақыт өткізу, ортақ жоспар құру, бір-біріңді қолдау ерекше маңызды болмақ. Денсаулық. Денсаулыққа келгенде, таразыға тепе-теңдік ауадай қажет. Көңіл күйің құбылып тұруы мүмкін, сондықтан ішкі гармонияны сақтау маңызды.
Артық уайым саған кері әсер етеді. Медитация, йога немесе таза ауада серуендеу саған өте пайдалы. Асқазан мен жүйке жүйесіне көңіл бөлген жөн. Тәттіні шамадан тыс пайдаланбауға тырыс, ал дұрыс ұйқы режимі саулығыңның кепілі. Қорытынды. Бұл аптада таразыларда ішкі үйлесім мен әдемі мүмкіндіктер күтіп тұр. Жұмыста дипломатиялық қабілетіңді пайдаланып, қаржыда тепе-теңдік сақта, ал махаббатта жүрегіңнің үнін тыңда. Сенің өміріңде жаңа адамдар пайда болып, ол сенің болашағыңды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Саршаян. Саршаяндар үшін бұл кезең құпиялар ашылатын, жаңа бастамаларға жол ашылатын ерекше уақыт. Сенің ішкі түйсігің, қайсарлығың мен батылдығың алдағы күндері саған үлкен көмекші болады. Саршаяндар әрқашан бәрін жүрекпен сезінеді, сондықтан алдағы аптада өз түйсігіңді тыңдасаң қателеспейсің. Жұмыс пен мансап. Саршаяндар табиғатынан еңбекқор әрі төзімді. Осы күндері жұмыста сенің табандылығың сынақтан өтпек. Кейбір кедергілер кездесуі мүмкін, бірақ сен оны еш қиналмай еңсере аласың. Жаңа идеялар, жаңа жоспарлар пайда болып, сен оларды жүзеге асыруға дайын боласың. Басшылық немесе әріптестер сенің еңбекқорлығыңды, адалдығыңды байқайды. Тіпті кейбір саршаяндар үшін жаңа қызметтік өсу кезеңі басталуы ықтимал. Өзіңнің бизнесіңді бастағың келсе, дәл осы уақыт қолайлы. Сенің зерттеушілік қабілетің, кез келген істің түбіне үңіле алатын қасиетің сені алға жетелейді. Қаржы жағы да тұрақтылыққа келе бастайды. Кейбір саршаяндар қарызын қайтарады, біреулер күтпеген табысқа қол жеткізеді. Инвестиция жасауға қолайлы кезең, бірақ тек сен толық сенімді болған жобаларға ғана ақша сал. Ақшаны дұрыс басқармасаң, қажетсіз шығынға кетіп қалуың мүмкін. Сондықтан әр тиынды есептеп, нақты жоспар құрғаның жөн. Махаббат пен қарым-қатынас. Саршаян шын мәнінде сезімге берілген, жанын жүрегімен сүйетін адам. Бұл аптада махаббат өміріңде ерекше сәттер күтіп тұр. Жұбың бар болса, екеуіңнің араларындағы сенім нығая. Бірақ сенің қызғаншақтық мінезің артық кетіп қалмасын. Серігіне сенім арту, қарым-қатынасты нығайтудың басты жолы. Ал жалғыз жүрген саршаяндар үшін жаңа таныстықтар мүмкін. Бұл таныстықтар сенің жүрегіңді дүр сілкіндіреді. Кейбіреулер үшін бұл болашақ тағдыр иесі болуы да ғажап емес. Отбасында сен нағыз қорғаушысың. Жақындарың сені әрқашан тірек көреді. Бұл күндері туыстарыңа қолдау көрсетіп, оларға қамқор боласың. Кейбір отбасылық мәселелерді шешу қажет болады, бірақ сен бәрін әділдік пен түсіністікпен шеше аласың. Денсаулық. Саршаяндардың энергиясы өте мықты, бірақ оны дұрыс пайдалана білу керек. Бұл аптада жүйке жүйеңе, ұйқыңа көңіл бөл. Артық стресс саған зиян келтіруі мүмкін. Жаттығу, спорт, таза ауада серуендеу саған ерекше күш береді. Сондай-ақ дұрыс тамақтану мен режимді сақтау саулығыңның кепілі. Қорытынды. Бұл апта саршаяндар үшін нәтижелі әрі ерекше кезең болмақ. Жұмыста жаңа жетістіктерге жетіп, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізесің. Махаббатта жүрегіңді тыңда, ал денсаулығыңа мән бер. Сенің өмірің жаңа белеске көтеріледі, ал сенің қайсарлығың кез келген қиындықтан алып шығады. Мергендер үшін бұл кезең еркіндік пен жаңа мүмкіндіктер уақыты. Сенің бойыңда ерекше оптимизм, шабыт пен алға ұмтылыс бар. Алдағы күндері сенің өміріңе тың өзгерістер, жаңа бағыттар қосылады. Мерген әрқашан ашық ойлы, батыл қадамға дайын, сондықтан бұл аптада сенің армандарың орындала бастайды. Жұмыс пен мансап. Мергендердің еңбекқорлығы мен креативтілігі алдағы күндері басты қаруы болады. Жұмыста жаңа идеялар ұсынасың, әріптестер сенің позитивті энергияңнан шабыт алады. Басшылық сенің табандылығыңды байқап, жаңа жобаларды сеніп тапсыруы мүмкін. Өз ісін бастағысы келген мергендерге бұл кезең өте сәтті. Қазір басталған жоба болашақта үлкен жетістікке жетелейді. Тек асықпай жоспарды нақты жасағаның жөн. Кейбір мергендер үшін бұл уақыт жаңа жұмыс табуға, мансап ауыстыруға қолайлы. Әңгімелесулер сәтті өтеді, сен өзіңнің харизмаң мен білім білігіңнің арқасында жаңа ортаға тез бейімделесің. Қаржылық жағдайың бір қалыпты тұрақтана бастайды. Бұл аптада күтпеген табыс болуы ықтимал. Кейбіреулер сыйақы алады,
ал біреулер ұзақ уақыт еңбегінің жемісін көреді. Алайда ақшаға келгенде сенің кеңпейілдігің артық шығынға итермелеуі мүмкін. Достарың мен жақындарыңа көмектесу жақсы, бірақ өз бюджетіңді де ұмытпа. Инвестиция мен ірі сатып алуларға сақтықпен қарағаның дұрыс. Махаббат пен қарым-қатынас. Мерген әрқашан жүрегі еркін, бірақ шын сүйгенде жанын аямайтын белгі. Бұл аптада қарым-қатынаста ерекше романтика пайда болады. Жұбың бар болса, бірге саяхаттау, жаңа ортаға шығу, бір-біріңе тосын сый жасау сендерді бұрынғыдан да жақындатады. Бірақ сенің еркіндікке құмарлығың кейде серігіңді алаңдатуы мүмкін. Сондықтан оның жүрегін тыныштандырып, сенімді арттыра біл. Ал жалғыз жүрген мергендер үшін тосын таныстықтар күтіп тұр. Бұл таныстықтар сенің өміріңді күрт өзгертуі мүмкін. Кейбірі уақытша романтика, ал кейбірі болашақта тағдыр жолдасың боларлық адам. Отбасы. Отбасында сен әрқашан көңілділік пен позитив сыйлайсың. Бұл кезеңде ата-ана, бауырларыңмен жылы әңгімелер болады. Үйде бір мереке немесе қуанышты жаңалық орын алуы мүмкін. Кейбір мергендер туыстарымен бірге үлкен жиынға қатысады. Отбасың сені әрдайым еркін, алайда сенімді тірек деп қабылдайды. Сондықтан сенің жылы сөзің мен қолдауың оларға ерекше қуаныш сыйлайды. Денсаулық. Энергияң тасып тұр, бірақ артық күш жұмсамауға тырыс. Жаңа спорт түрін бастауға, белсенді демалысқа қатысуға қолайлы кезең. Алайда ұйқы режимін бұзбаған жөн. Жақсы демалсаң ғана сенің оптимизмің мен сергектігің сақталады. Сондай-ақ дұрыс тамақтану, витаминдер қабылдау саған қосымша күш береді. Қорытынды. Бұл апта мергендер үшін арманға қадам басу уақыты. Жұмыста жаңа мүмкіндіктер, қаржыда тұрақтылық, махаббатта ерекше сезімдер күтіп тұр. Сенің батылдығың мен сенімің өміріңді жаңа белеске шығарады. Ең бастысы өзіңе сенуді тоқтатпа. Тәуешкі. Бұл күн сен үшін бір сәтке де бос тұрмайтын, мазмұнды әрі ойландыратын күн болмақ. Бүгін сенің бойыңда ерекше жауапкершілік пен табандылық артады. Күннің алғашқы жартысында өзіңнің еңбекқорлығың мен ұқыптылығың арқылы бір істі аяқтап, соның арқасында өзгелердің алдында абыройың көтеріледі. Әдетте сен істі баяу, асықпай атқаратынсың, ал бүгін жағдай сені жылдам әрі нақты шешім қабылдауға итермелеуі мүмкін. Бірақ сенің тәжірибең мен сабырлылығың бәрін дұрыс жолға қояды. Қаржы жағы да сен үшін маңызды болмақ. Бүгін күтпеген жерден бір қосымша табыс немесе бұрын күткен ақшаның қайтарылуы мүмкін. Егер сен ұзақ уақыт бойы бір істі жоспарлап жүрсең, міне, дәл қазір соған алғашқы қадам жасаудың сәті түсті. Ең бастысы, сен асықпай, бірақ сенімді жүрсең, жолың ашық болады. Жеке өмірге келсек, тәуешкілердің жүрегі бос болса, бүгін бір адаммен танысып, ол сенің болашақтағы маңызды адамыңа айналуы ғажап емес. Сөзі байсалды, мінезі тұрақты, сенің өмірлік көзқарасыңа жақын жан жолығуы ықтимал. Ал отбасылы тәуешкілер үшін бұл күн жылы әңгімелерге, жанұялық жоспарларға арналады. Әдетте сен көп сезім білдіре бермейсің, бірақ бүгін жақыныңа кішкене ғана жылы сөз айту арқылы қарым-қатынасты тереңдете түсесің. Денсаулық тұрғысынан алғанда артық уайымға берілмегенің жөн. Басыңды шаршататын ойларды шетке сырып, өзіңе кішкене демалыс бер. Бүгін таза ауада серуендеп, табиғатпен тілдесу саған ерекше күш сыйлайды. Бұл күн сенің алдыңдағы аптаға бақыт береді. Бүгінгі жасаған істерің алдағы күндерде жемісін береді. Әр айтқан сөзіңмен әр қадамыңды ойланып жаса, себебі бүгін басталған нәрсе ұзақ мерзімге созылуы мүмкін. Кеңес, өз қабілетіңе сен, өзгелердің сөзіне көп мән берме. Бүгін сенің қолыңнан келмейтін нәрсе жоқ. Су құйғыш. Бүгін сен үшін ерекше шабыт пен ойға толы күн болмақ. Әдетте сен өзгелерден бөлек креативті ойлайсың, ал дәл осы күні қиялың тіпті шексіз болып, өзгелер ойламаған идеяларды табасың. Қай салада жүрсең де, оқуда, жұмыста немесе жеке өмірде, бүгін сенің тапқырлығың бәрінен биік тұрады. Күннің басында күтпеген жаңалықтар естуің мүмкін. Бұл жаңалықтар бастапқыда сен үшін тосын болып көрінгенімен кейінірек пайдасын тигізеді. Әсіресе адамдармен араласқанда сенің сөз шеңдігің мен ашықтығың жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Егер өз ойыңды дұрыс жеткізсең, көпшілік сені қолдайды. Қаржы жағы да жаман емес. Бүгін ақшаны жоспарлап жұмсауға тырыс.
бір сәтті көңіл күйге беріліп артық шығын жасап қоюың мүмкін, сондықтан сақ болғаның жөн. Бірақ егер сен ақшаны дұрыс бағытқа салсаң, келешекте мол табысқа жол ашасың. Махаббат мәселесінде су құйғыштар үшін бұл күн ерекше. Жүрегі бос болса, бүгінгі таныстықтан бір ерекше байланыс тууы ғажап емес. Ол адам сені бұрынғыдай емес, жаңа қырынан көруге жетелейді. Қызу әңгіме, ортақ көзқарас, еркіндікке құштарлық, барлығы сендерге жақын етеді. Ал отбасылы су құйғыштар үшін бүгін сабыр мен шыдам керек. Кейде сенің қыңыр мінезің жақыныңа ауыр тиюі мүмкін. Бірақ сен жылы сөз айтып, жұмсақтатпасың. Денсаулық тұрғысынан алғанда бүгінгі басты ескеретін нәрсе жүйкеңді сақтау. Сенің ең әрқашан жаңа ойға толы, бірақ сол ойдың бәрін бірден іске асырамын деп өзіңді шаршатпа. Бүгін таза ауада серуендеп, өзіңе аздап тыныштық сыйлағаның абзал. Бұл күн сен үшін рухани тұрғыдан да маңызды. Кейде өзіңді өзгелер түсінбейді деп ойлайсың, бірақ шын мәнінде сенің ойыңды бағалайтын сігетін арқасында. Соларға сеніп, өзіңнің ішкі еркіндігіңді сақтап қал. Кеңес, бүгінгі ойларыңды жазып ал, ол кейін сенің үлкен жетістіктеріңнің бастауы болуы мүмкін. Балықтар, бүгін сен үшін өте сезімге толы, жүрекке жақын күн болғалы тұр. Балықтар табиғатынан нәзік жанды, қиялшыл әрі жанашыр. Ал бүгін сол қасиеттерің ерекше айқын көрінеді. Сен айналаңдағы адамдарға қолдау көрсеткің келіп, олардың жан дүниесін түсінуге тырысасың. Күннің басында көңіліңді алаңдататын жағдай болуы мүмкін. Біреу саған ауыр сөз айтуы ықтимал, немесе сен күтпеген кедергі кездіруі мүмкін. Бірақ сенің ішкі түйсігің мен сабырлылығың сол сәтті дұрыс қабылдап, оны сабаққа айналдыруға көмектеседі. Балықтар үшін ең бастысы бәрін жүрекке жақын алмай, сәл алыстан қарауды үйрену. Қаржы мәселесінде сен үшін өте сақ қадамдар керек. Кейде сен артық қиялға беріліп, ойланбай шығын жасайсың. Бүгін дәл сондай қауіп бар. Бірақ егер сен жоспарлап әр тиынды орнымен жұмсасаң, болашақта қаржылық тұрақтылықты өз қолыңа аласың. Қаржылық шешімдерге асықпа, уақыт бер. Махаббат тұрғысында балықтарға бүгін ерекше сәт күтіп тұр. Жүрегің бос болса, бір адамға деген жылы сезім туындайды. Оның жанында өзіңді еркін әрі сенімді сезінесің. Ал қазірдің өзінде қарым-қатынаста жүргендер үшін бүгін нәзік әңгімелерге, жүрекке жақын сырласуға өте қолайлы. Сенің жан жылуың серігіңді баурап, оған тыныштық сыйлайды. Бірақ кейде сен тым көп ойлап, бәрін күрделендіріп аласың. Есте сақта, бәрін жеңіл қабылдасаң, махаббатта жеңіл әрі тәтті болады. Денсаулыққа келсек, бүгінгі басты ескеретін нәрсе ұйқы мен демалыс. Соңғы күндері сенің энергияң әлсіреген болуы мүмкін. Балықтарға су стихиясы жақын болғандықтан бүгін өзіңді сумен байланысты істерге бағытта. Душ қабылдау, бассейнге бару, немесе жай ғана су жағасында серуендеу. Бұл сенің энергияңды толықтырады. Рухани тұрғыдан бүгін сенің түйсігің күшейеді. Кейде адамдардың айтпаған ойында сезесің, тіпті түс арқылы хабар алуың мүмкін. Сондықтан бүгінгі түстеріне мән бер, олар сен үшін белгі болуы ықтимал. Кеңес, өзіңді тым қатты сынама, сенің нәзіктігің мен мейірімің ең үлкен артықшылығың. Жүрегіңді тыңдап қадам жасасаң, бәрі сәтті болады. Бүгінгі күн әрбір жұлдыз белгісіне өзіндік сабақ пен мүмкіндіктер сыйлайды. Біреулер үшін жаңа бастамалардың алғашқы қадамы болса, енді біреулер үшін ескі істерді ретке келтіру кезеңі. Әсіресе қарым-қатынаста шынайылық, жұмыста жауапкершілік, ал денсаулықта өз-өзіңе күтім жасау басты орында болмақ. Күннің басты энергиясы сабыр мен сенім. Қандай жағдай болса да асығыстыққа жол бермей, жүрекке жақын нәрселерді ғана таңдаған жөн. Әр жұлдыз белгісі өзінің жеке қуатын сезініп, алдағы күндерге дайындық жасайды. Қымбатты көрермендер, бүгінгі жұлдыз жорамал сізге ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен мотивация береді.